Баршаға қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз сіздермен анасының қызына міндетті түрде айтуы керек кеңестермен бөлісеміз. Қыз баласының ең бірінші білу керек нәрсесі, өмірің мен көңілің тыныш болмаса, дүние мен байлықтың сені бақытты етер күші жоғалады. Екінші, өмір жолында қандай проблема туындаса да, ол ұзаққа созылмайды. Және мұнымен өмір шегіне жете қалмайды. Үшінші, өзіңді өзгелермен салыстыра берсең, өзіңді де жоғалтып аласың. Өзіңде барыңмен мақтан, өзгенің де комплексі барын ұмытпа. Төртінші, анаңа кез келген мәселе бойынша сұрақ қойып, түсіндіруін өтінуге қақың бар. Сыр сақтауға келгенде, құрбыларыңнан қайран болмаса, анаңа кеп бөліс. Анадан артық сыр сандық жоқ. Бесінші, кімнен болса да бірінші болып кешірім сұрауға әуестен. Бұл сенің әлсіздігіңді емес, күштілігіңді дәлелдейді. Өйткені қаншама мықты адамдар реніш пен өкпені жеңе алмай жүр. Үнемі күлімсіреп жүр. Күлімдеу өмірдің сәні екенін есте сақта. Реті келгенде жылап, шеріңді өз уақытында шығарып тұр. Қайғы мен мұңды іште сақтай бергенің өзіңе сұр. Әйел адамның бойында әртүрлі жағымды қасиет болған дұрыс. Ал көп болса, одан да жақсы. Құрбы таңдағанда мұқияттылық керек. Адамдар сені құрбыңа қарап танитынын ұмытпа. Әйел адамның әдемілікке құмартуы заңдылық. Әдемі болып жүруге, сұлулықты сақтауға, уақыт табуға тырыс. Ер адамның намысын таптама және таптатпа. Ата-анаңның қадірін олар қасыңда тірі жүргенде біліп, құрметіңді білдір. Табиғи сұлулықтың орнын ештеңемен толтыруға болмайды. Сондықтан жас кезіңде косметиканы шектен тыс пайдаланбай, табиғи әдемілігіңді бағала. Әйелдің дене бітімі әлемнің ең әдемі жаратылыстарының бірі. Сондықтан көптің кір көздерінен ұятты жерлеріңді тығып ұста. Сәнді сүйсең де, тәніңді жалаңаштама. Өмір дегеніміз бүгінгі күн, кешегі де, ертеңгі де емес. Бүгінгі күнмен өмір сүріп, осы күннің қадіріне жет. Мақсатыңа жетуге талпын. Өзіңе бір мақсат қой да, соған қарай ұмтыл. Ішкі даусыңа сен. Мақсаты бар адамдар тартымды болады. Шашыңа күнде қарап жүр. Үйлесімді, ұнамды етіп жасай біл. Көбірек оқы. Көп нәрседен хабары бар адаммен араласқың келіп тұрады емес пе? Дауысыңды қатты көтеріп сөйлеме, өз-өзіңді ұста. Өзің туралы аз айт. Адамдар сен туралы өздері сұрасын. Кішігірім болса да, достарыңа, айналаңдағы жақсы көретін жандарыңа сыйлық жасауды ұмытпа. Көп ізден. Дүниедегі қызықтар жайында достарыңмен бөліс. Бірінші болып сезіміңді білдірме. Алғашқы қадам жігіттен болу керек. Әйтпесе сені бағаламайтын болады. Өйткені ол қол жеткізем деп тырысқан жоқ. Үнемі жұртқа қалай көрінем, мен туралы не ойлайды деген ойдан аулақ бол. Қазіргі мынау заманда барлық нәрсе дамыған. Сондықтан үнемі ізденісте жүріп, өзің қалаған нәрсемен айналыс. Мәселен, бимен айналыс. Егер де қыз баласы ерте жастан бастап бимен айналысар болса, дене бітімі күшті, сұлулана түспек. Көп сөйлеу қыз баланы да, ер жігітті де ешқандай жетістікке жеткізбейді. Оның орнына іспен дәлелде. Бойыңды тік ұстап, шынайы бол, эмоционалды бол. Көңіл күйіңді жасырып қалмай, ашық айт. Өзің қаламаған нәрсеге жоқ деп айтуға да қысылма. Сен біреудің қалағанын жасауға ешқашан ешкім міндеттей алмайды. Қырсықтық пен өркөкіректік ешкімді ешқашан шыңға шығарған емес. Осыны есіңде сақта. Болашақта денсаулығым мықты болсын десең, ана болатыныңды ойласаң, сапалы ұйқыны ешқашан ұмытпа. Дер кезінде өз уақытымен ұйықта. Және қазіргі замандағы тәтті сусындар мен фастфудтардан аулақ бол. Оның орнына дәмді тағамдарды өзің қолдан жасап же. Пайдалыны өзің білесің. Ең бастысы, үнемі өз-өзіңді ретке келтіріп,
жуынып жүруді ұмытпа. Әрқашан тазалықта бол. Тазалық қыз баласының ең үлкен жағымды қасиеттерінің бірі. Армандай біл. Қазірден бастап болашағыңды армандап, көзіңе елестете білгін. Бүгінгі армандарың ертеңгі болашағыңның көрінісі екенін ұмытпа. Ешқашан өтірік айтпа. Өтірік айтқан адамды ешкім ұнатпасы анық. Мейірімді, батыл бол. Арманыңа жетер жолда ешқашан талмастан еңбек етіп, қызмет ет. Адамдарға мейірімді, шынайы болсаң ғана бұл өмірде барлық жетістікке жетерің анық. Құрметті көрермен, ал сіз болсаңыз, қазақтың қаракөз қыздарына, сіңлілерімізге қандай ақыл кеңестеріңізді берер едіңіз? Шын көңілден болса, төменгі комментарий бөліміне жаза кетсеңіз, біз де оқып қуанып қаларымыз анық. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы.